Баршаңызға сәлем. Бүгін вупипай тортын пісіреміз. Ең алдымен шоколад пен сармайды ертеміз. Мен шоколадты 50-50 таңдадым. Жартысын молочный, жартысын қара шоколад. Құрғақ заттарды араластырып қоямыз. ұн, какао, разрыхлитель. Жұмыртқаны миксерлейміз. Көпіргеннен кейін шекерді аз-аздан салып отырып, көтерілгенше миксерлейсіздер осылай. Одан кейін еріген шоколад пен сармайымызды үстіне қосамыз. Ыстықтай қоса берсеңіздер болады. Миксермен біріктіріп аламыз. Әбден біріктіргеннен кейін құрғақ заттарымызды қосамыз, яғни ол ұн, какао, разрыхлитель теста, қопсытқыш. Мінекей миксермен біріктірдік. Енді қағазымызды дөңгелектеп кесіп аламыз. Мынау менде 23 сантиметр. Размері, диаметр 23. 3 немесе 4 ас қасықтан салып, жұқалап жайғастырасыздар. Дөңгелектің сызығымен. Қызып тұрған пеште 180 градус немесе 200 градус пеште пісіріп аласыздар 4 минуттан. Қалған тестамызды пакетке салып, мешокқа салып, мини вупипайлар жасаймыз. Осындай арнайы формаңыз жоқ болса, сызып алсаңыздар болады дөңгелектеп қағазға. Бұл бізге әрлеуге қажет болады. Стандартный крем, яғни творожный сыр, сахарная пудра, сливки. Маскарпоне қоссаңыздар да болады, өте дәмді болады. Бірақ мен маскарпоне қоспадым. Мінекей бисквиттеріміз дайын. Шет-шетін кесіп тастаймыз. Өйткені піскен кезде сыртына қарай ағып піседі. Кейде түзулеп аламыз формамен кесіп. Әдемі болып пісіп шықты. Мини вупипайларымыз да дайын. Енді тортты жинаймыз. Ең астына подложкаға крем жағып жүресіздер, бисквит қозғалып кетпеу үшін. Енді мешокқа кремімізді салып, әдемілеп, шарикті қойып шығамыз. Осылай істесеңіздер де болады. Және екінші түрі үстіне просто осылай қойып кете бересіздер. Екеуі де жарайды. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, соны ортасына просто жаға саласыздар. Тек шет-шеттеріне шариктерді әдемілеп түсіресіздер. Екінші слой кетті. Кремді тура солай қайталап шығасыздар. Біткенше осылай қайталайсыздар. Менің соңғы бисквитімді өзім сындырып алдым. Бірақ білдіртпей қосып жерін үстіне қойған кезде. Мінекей осымен дайын. Бетіне ганаш құямыз, как всегда, шоколад пен сливки. Бірақ суығаннан кейін құясыздар. Ыстық күйінде, жылы күйінде құйып қоймаңыздар, кремді ертіп жіберуі мүмкін. Жан-жағына ағызасыздар. Барлық жеріне жету керек. Енді жаңағы мини вупипайларымызбен тортты әрлейсіздер. Қалған шоколадты қойып жібересіздер беттеріне. Ал енді әрлеу жағы өз еріктеріңізде. Кез келген ягодамен, жеміс-жидектермен әрлесеңіздер де болады. Шоколадтармен әрлесеңіздер болады. Маған осылай әрлеген ұнайды. Өзінің қалдығымен мини вупипай жасап. Менің ең сүйікті торттарымның бірі. Үнемі дәмді, әдемі шығады. Ал қыздар, сәттілік. Сіздер де пісіріп көріңіздер, егер пісірмеген болсаңыздар әлі. Сіздерден фото есеп күтем.